Жердің қожайыны осы жақтың халқы. Жәке оны кішкене маған провокация болып былай ұрмалап тұрсыз ғой. Аким Душ. Давай, быстрее. Ассалаумағалейкум. Аким боласыз ба? Иә, есімім Жарқан. Алматы белсендісі болып отырмын. Соны келіп отырмын. Нұреке десем бола ма сізді? Нұреке, сіз негізі осы жерде облыс әкім болғаннан кейін сіз осы Маңғыстаудың қожайыны болып отырсыз ғой негізі. Сондықтан кім айтты қожайын деп біз? Енді әкімсіз ғой. Әкім деген қожайын емес, әкім жалдамалы, бізде жұмысшымыз. Негізі дұрыс айтасыз. Жердің қожайыны осы жақтың халқы. Жәке оны кішкене маған провокация болып былай ұрмалап тұрсыз ғой. Шатастыра алмайсыз ол жерде менен. Сұрақтар бар еді, қоюға бола ма? Ұзақ па? Ұзақ емес, 4-5 сұрақ қой негізі. Осы қазір әлеуметтік желілерде сіз осы жерде алдың күні таңғы 7-ге шейін халықпен кездесу өткіздіңіз дейді, рас па? Соны нақты айтып бере аласыз? Иә, 7-ге кете шықты. Не болды? Қандай сұрақтар болды халықта? Халық болғасын сұрақтар көп, әртүрлі. Жеке мәселе, әлеуметтік мәселе, ортақ мәселелер, қалаға, өңірге ортақ мәселелер. Нақты бір сұрақтар болды ма бір? Енді барлығы әркімдікі өзі үшін маңызды сұрақ болды. Енді келді адамдар, қанша екенін білмей. Бірақ соңғылар сол 7-ден кете шықты. Ол Өмірзақ ауылы деген мына жерде Ақтаудың басында Өмірзақ деген ауыл бар, соның тұрғындары келді. Олар ауылын мысалы дамыту туралы сұрақ қойды. Сонда 12 сағат болған кездесу ме? 12-ден көп шығар, себебі біздер күндізгі 2-де бастадық қой. Ертеңгі күні таңғы 7-ден 15-ге кеткенде шықты. Сонда күндіз 2-де басталып, таңғы 7-де бітті. Ондайлар бізде Маңғыстауда болып тұрады. Мысалы, былтыр Жаңаөзен таңғы 5:30-ға дейін алды. Жаңаөзенде? Жаңаөзенде. Биыл Жаңаөзен 3-тен кете шықты ғой. Осы Боранқұл болған оқиға сіз үлкен кісімен амандаспай кетті деп, осы әлеуметтік желілерде болған оқиға болды ма? Ол әлеуметтік желіде шықты ағамыз. Бірақ ол жерде мен амандастым біріншіден. Сіз амандасқан жоқ дейді ғой. Амандастым, ол кісі енді ағамыз ашумен айтып қойған шығар. Енді ондай ақсақалдармен амандаспай кеттік деген мүлдем жоқ нәрсе. Біздер қалай болғанда да Маңғыстау енді өзіміз қазақилық кәсіпшілер сақтаған жеріміз ғой. Сізге керек болса, мен есімде біздің бала кезімізде дастарханға ас келген кезде, бас алып келген кезде ақсақалдар сұрайтын, ұлы жүзден бар ма деп. Ұлы жүзден болмаса, орта жүзден кім бар деп сұрайды. Ол болмаса ғана Маңғыстаулық ақсақал бас ұстайтын. Біз соны көріп қалғанда, мысалы сізге енді өтірік маған үшін біздер өзіміздің 5 орынбасарым бар. Жас үлкені, ішіміздегі ұжымның ішіндегі ең жас үлкені 73-ші жылы туған Ербол Күреңтайұлы Збергенов деген азамат. Бірақ біз өзіміз жаңағы отбасыларымызбен кейбір болады ғой жиналатындарымыз. Сол кезде төрде бізде міндетті түрде келген ақаным отыр. Келген ақанның жасы Ерекеңнен 4 жас кіші. Себебі төргеде отыратын келген ақаным, басы тастайтын келген ақаным, соңында батанды беретін келген ақаным. Себебі ол орта жүздің азаматы. Қазірде төрге шығарған, өзім сұрап. Сол себептен ол амандаспай кетті деген шындықта жұмыс болғанша ғой. Амандастым ақсақалдармен. Енді тағы осы соңғы кезде осы жақында өткіздіңіз 400 миллион теңге соған жіберіп ана Шубат фест деп. Ол не үшін? Ол бізде қанша мүгедектердің жағдайы нашарлау. Оның сол ақша неге сол жаққа жібермейсіз? Қандай неден келіп тұрмын дейсіз? Негізі өзім канал емес, негізі өзім белсенді болып отырмын Алматыдан. Бүткіл Маңғыстаудың жерін бүткіл қазақ елі қарап отыр ғой. Не болып жатқан, қалай болып жатқан. Сол үшін мониторинг дейміз ғой енді, қарап не болып жатқан, өзгеріс бар ма, жоқ па, халықтың жағдайы қалай деп. Провокациялық сұрақтарға дайындалып келген сияқты болып көрініп тұрсыз, енді білмеймін, қарайсыз. Жаңағы Шубат фестке байланысты. Иә, қаржы бөлдік. Сол фестивальді өткіздік. Бірақ бұл жерде негізінде түбін қарау керек. Біздерде отырып Шубат фестивальді өткізгім келіп кетті деп ақша бөлісіп алады деген де жоқ. Алдын ала зерттейміз, әлемде не болып жатыр, басқа өңірлерде не болып жатыр деген сияқты. Қараңыз енді өзіңіз.
бұрын соңды күнде жасамаңыз. Маңғыстау десе барлығы бір айқай өңір, митингшілер өңірі. Онсыз келісетін шығар. Сол үшін біз де келіп отырмыз ғой. Сондай мен атым шығып тұрды енді. Өкінішке орай солай болды. Мысалы, сіз қай жылғысыз кешірерсіз? 74. 74. Ағаларыңыз бар шығар. Бар. Мысалы, сіздің 3 ағаңыз бар деп есептейік. Мысалы, 2 ағаңыздың, мысалы, жеңгелеріңіз қашан барсаңыз да қабағына қар жауып тұрады, жақтырмайды, үйінде айқай шу. 3 ағаңыздың үйінде қашан барсаңыз да жеңгеңіз күтіп алады, бір үзім қара нан мен бір кесе қара шай болса да шын жүрегімен береді. Сіз қайсының үйіне баруға ұмтыласыз? Қайсы ағаңыз? Бәріне барамын ғой, ағалар болғаннан. Жаңағы үйінде тыныштық болып тұратын, сізді жылы жүзбен күтіп алып тұратын жеңгеңізді барып құттықтауға тырысатын шығарсыз. Бірінші, бірінші. Енді қараңыз, мәселе тура солай бізде де болды. Мәселе неден басталды? Былтыр мысалы үкіметтің делегациясымен біз Түркияда болдық. Бизнесмен кездестік. Болғаннан кейін мен ол кісілерге бейресми түрде сіз Маңғыстауға келіп заводтарыңызды ашсаңызшы деген кезде олар жоқ деді. Бірден Маңғыстау болса бармаймыз деді. Сіз есептеп көріңіз, енді ойланып көріңіз. Сонау Түркиядағы үлкен бизнесмендер Маңғыстауда олар да деді. Біз бармаймыз деді. Маңғыстауға бармаймыз. Қазақстанның кез келген жерін айт, бірақ Маңғыстауға бармаймыз деді. Бір ма? Екінші, осыдан бір 4 жыл бұрын ба, мен жеке шаруаммен еңбек демалысын алып 4-5 жыл бұрын Өзбекстанға бардым. Сол кезде шаруам түске дейін, түстен кейін қолым бос. Сол жерде азамат жігіттерге өтініш жасап, жұрттан жаңағы теплица, жылыжайлар ғой. Теплицаларын көрейінші, осылар қалай жасап жатырын, бар таныссын. Ол 29 желтоқсан болып отыр. Сөйтіп 31 желтоқсан күні жаңа жылға олар шақырдым қонаққа. Сол Ташкенттен дастархан жайып жаңа жыл бірге өтіп алады деп. Сөйтіп отырып, енді кешке вокал соғыстырды деген сияқты жасыратыны жоқ. Әбден мына жібідау деген уақыттарында оның алдында мен дайындалып алдым. Мына ауыл шаруашылық министрлігінің қандай субсидиясы бар, барлығын. Сөйтіп мен айттым, жігіттер, біздің Маңғыстауға келсеңдер, біз осылай сізге жерді тегін береміз, субсидия береміз, осыларды, осы бизнесті бізге қойсайшы деп. Я деп келісті. Бірақ мына жақтан сол инвестор тауып бересің деп. Жақсы. Сөйтіп отырған кезде бұл 31 ма, бірі күні мына жақта халық көтеріліп бастап дегесін ұшып кеттім. Келдім, сөйтіп қаңтар оқиғасы басталды. Арада бір 2 ай өткеннен кейін ақпанда ма, наурызда ма есімде жоқ, жаңағы өзбек ағайындарға телефон соғып, олар бірден бас тартты. Егер өзің ойлап көріңіз, әр гектарына мына голландиялық технологиямен $2 миллион шығады. Біз қазір мысалы 5 гектар саламыз жақсы. $10 миллион шығап келген кезде сендер бір митингпен қопарып кетсеңдер, біз ақшаны залаға кетіп қалады деп, олар келуден бас тартты. Енді ой неде? Сол қаңтар оқиғадан кейін сразу инвесторлар бас тартты деп отырсыз ғой. Бас тартты, ол болған оқиға. Енді сол сияқты біздерден сөйтіп Маңғыстау десе төбе шаштар тік тұратын жағдайда жүрдік қой енді. Не істеу керек? Инвесторлар келтіру керек па, келтіру керек? Оларды келтіру үшін не істеу керек? Біздің қоғамның мәдениетін көрсету керек, Маңғыстаудың өркениетін көрсетуіміз керек. Сол себептен, расында да біз мәдени шараларға көп көңіл бөлгеніміз рас. Екіншіден, оның астарында, ол шараның астарында, негізі Маңғыстаудың жарнамасы жатыр, жасырмаймын. Табиғатымызды көрсетуіміз, қонақжайлығымызды көрсетуіміз керекпіз. Жаңа айтқан мәдениетімізді көрсетуіміз керекпіз. Жерімізді, елімізді көрсетуіміз керекпіз. Мысалы, қараңыз, кейбір бай мемлекеттер әлемнің мықты деген спортшыларын өздерінің клубтарына шақырып, үлкен ақша қаржыға ойнатып қояды. Сіз ойлайсыз ба, сол мысалы, ешқашан олар футболдан әлем чемпионы болмайды, ешқашан болмайды. Енді Роналду. Мысалы, Роналду. Енді бұл жерде біз зерттедік. Неге сол Роналдуға, мысалы, сол Роналдуға көп қаржы бөліп, миллиондаған доллар бөліп, елдеріне шақырып жатыр деген ой туады ғой бізде. Оның Роналдуға жас футбол ойнай берсін, бірақ оларда келісім шартында бір пункт бар дейді мынандай. Ол жүрген жерінде сол барған елінің әдемі табиғатын инстаграмына салып жүреді. Түсінесіз бе? Яғни оның инстаграмы арқылы сол өздерінің табиғатын, әлемін, қанша 6 миллион ба неше? Негізі жарнама ғой. 600 миллион ба подписчик жарнама. Сол сияқты бұл жерде таза жарнама тұр. Мысалы, мен сізге айтайын, осыдан бір 3-4 жыл бұрын Ақтаудың әуежайы 990 мың, 1 миллионға жетпейтін халықты тасып нететін.
жолаушылар айналып иә 2025-тің аяғы болды ғой, қазір 1 миллион 700-ге жетті. аха Айырмашылығын иә дұрыс 1 миллион 700 ол бір ма. Екіншіден қазір бұрын соңды қалай болды бізде мына теңізге шомылу сезоны біткеннен кейін мысалы қыркүйектің орталарында қонақ үйлер бос тұрады. Қазір сіз Ақтауға қонақ үйлер көріңіз, орын табу қазір де оңай емес. Міне желтоқсанның ортасында да нешесі. Сол себепті ол ақша бізге 400 миллион мүмкін жергілікті бюджеттің қалтасына қайтып келмейтін шығар, бірақ мультипликативтік эффект арқылы синергиялық эффект арқылы ол бәрі қалай да болғанда қайтып келеді. Ол таксист біріншіден, екіншісі қонақ үйлер, оның ішінде жүрген қызметкерлері деген сияқты. оны мен дұрыс түсіндім ба сізді? Сонда сіз бүйтіп айтып отырсыз. Сіз 400 сол Шубат фестке 400 миллион теңге жібердіңіз, бірақ ол инвестиция арқылы гостиница бар, отелің бар, рестораның, столовый, сонан туристік негізі бізде дамытады деп отырсыз ғой. Иә. Дұрыс па? Туризм арқылы ақша қайтып келеді. Негізі, иә, айтқан жөніңіз, сөзіңізде жөні бар. Себебі қазір біз бәріміз көрдік қой ана нені. Дженнифер Лопес концертке келіп отқан. Алматыға мысалы келіп отқан. Иә, сол қаншама Өзбекстаннан, Ресейден қаншама азаматтар келіп отыр туристік. Ең маңызды сұрақ. Біз бәріміз білеміз ғой. Неден қаңтар басталды? Маңғыстауда негізі газға көтерді бағасын. Енді сол бағасын қазір қарап отырсыз ба? Ұстап тұрсыз ба? Или бар ма сізде негізі жоспарларыңыз газдың бағасын көтеру? Негізінде газдың бағасын реттейтін энергетика министрлігі бағасын қоятын. Бірақ қазір республика бойынша Маңғыстауда ең арзан газ. Ең арзан газ республика бойынша Маңғыстауда. Бағасы жыл сайын инфляция деңгейінен көтеріліп тұр. Бірақ бұрынғыдай бір сәтте 2 есе өсіп жібереді қазір жоқ. Қазір жоқ. Қазір жоқ. Негізі ол халықтың жағдайға қарай ғой негізі. Енді жағдай болғанда соны айтамын, бұл факт. Маңғыстауда ең арзан газ Маңғыстауда республика бойынша. Қазір не? Осы бәріміз естідік қой, осы жақын кезде соңғы жылдар қайта жазды күні су жетпейді қалада. Облысты айтпай-ақ қой енді да, ашетін. Иә, білеміз, бала кезімізде енді осы жақта көп өскеннен кейін ол проблема өмір бойы болды бізде. Біз енді ауылда жүрген кезде, ауылда тұрғанда құдыққа сөйлеу болатын еді, ол заманда солай болды. Қазір де енді ауылда жерлерде құдықтары бар. Бірақ қалаға қатысы болса Ақтауға, онда биыл профицит болды, су жетіспейді деген болған жоқ, су артығымен тұрды. Профицит? Профицит болды. Болды биыл. Биыл болды, Қанша болды профицит? Әр күн әрқалай ол тұтынуына байланысты. Мысалы демалыс күндері су тұтыну көп болады түсінікті жағдай. Адамдар үйінде демалысы. Жұмыс күндері аздау тұтынады деген сияқты. Жаздың кезінде мысалы мына біздің Каспий су тұтыну зауытымен негізгі сумен қамтамасыз ететін маяк қой. Маяк 100%-ға жұмыс жасады, бірақ арасында Каспий су тұтыну зауытынан өзі Каспий дейміз. Судың шығарылуын шектеп тастап тұрған кезіміз болды күндер. Бұрын соңды қалай жаздың кезінде шахматный порядок дейді, шахмат түрде. Мысалы күндіз бермейміз, түнде қосамыз. Күні бойы резервуарға жинайтын едік. Қазір ондай болған жоқ, күндіз-түні резервуарлар толып. Сонда ол негізі жаңа завод салынды ма? Ана ОЗК-ға 20 мың тағы да қосылды. Сол қосылды, содан кейін бармау жекеменшік инвесторлардың өздеріне салған заводтарда жұмыс жасап кетті, сонымен судың мәселесі шешілді дейсіз. Болған жоқ. Тағы да жобалары бар. Оны жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Маякты жаңағы күшейту себебі маяктың жағдайын білесіз, ол әбден ескіріп, шашыңқырап тұр енді. Ол жақта үкіметтің де түсінісі бар, қолдауы бар. Сол жұмыстар жүріп. Ана осы жердегі сосын кейін Ақтаудағы болып жатқан дольщиктердің мәселесі. Қазір негізі шыңғырып жатыр. Олар енді ақша төлеп жатыр ғой. Застройщиктер бойынша да сол кешегі жаңағы өзінің басында сұрадыңыз ғой, халық қандай сұрақпен келді деп жеке қабылдауға. Салымшылар ғой, олар да келді. Бұл жерде әртүрлі бар жағдай. Ана құрылыс мекемелерінің алаяқтықтары бар. Мысалы бір пәтерді 3 адамға сатып жіберген бар. Болмаса айтқан уақытында бітіре алмай жатқан үйлер бар. Болмаса kesin соттың шешімімен тоқтату керек, сүріп тастау керек деген проблема әртүрлі ол жерде. Әртүрлі үйлер 30-ның үстінде болды. Біз қазір егер сертификаты бар, лицензиясы бар мекемелер қауіпсіз деп таныса, ойда құрылыстарын аяқтауға мүмкіндік беріп жатырмыз.
бір екіншіден тіпті жаңағы алаяқтыққа салынып сотталып кетіп жатқан жағдайда ведомствоаралық штаб құрдық. Оның ішінде құқық қорғау органдары штаб істеп жатыр ма? істеп жатыр. Осы алдымызда қалды тағы бір отырыс болады. Соның шешімімен тағдырын қараймыз әр үйдің. Ол әр үй бәрінікінде бірдей емес проблема. Әрбіреу әртүрлі. Біреу жаңағы алдап кеткен, біреу бітіре алмай жатыр, қаржылық проблемаларына байланысты деген сияқты. Созылып кетті. Сондықтан әр үйге жаңағы индивидуальный подход дейді ғой. Жеке қараймыз әр үйдің проблемасын. Енді негізі сізге өте бір қызық жеке сұрақ қояйын деп едім. Сіз өзіңіз айтып келіп, бір сөзіңізді айтып қойып едіңіз. Осы жерден туып өстім. Сіз негізі Маңғыстаудың адамсыз, осы жерден туып өскен жеріңіз бе? Ата бабаңыз осы жерде. Енді сізге рахмет. Іске сәт. Оны неге сұрадыңыз Маңғыстауда туып өскен? Жай білгім келді. Қай жерден екенсіз? Иә, ол не десеңіз де Маңғыстаудың мәселесі, Маңғыстаудың адамы білу керек, білет, түбінді білет. Анам Ақтөбенікі, өзіміз осы жақта ата бабамыз. Нағашыларыңыз Ақтөбеден дейсіз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.